Қазіргі таңда бұл тек қана біздің Қазақстан мемлекетінің емес, дүние жүзіндегі үлкен мәселе, күрделі мәселе, экстремизммен күрес. Оған себептің бірінен бірі ол арадағы әлеуметтік желілердің тарауы. Бір мысалға келетін болсақ, 2024 жылы жаз айында 1980 жылға туылған бұрын осы экстремистік сипаттағы қылмыстармен сотты болған Түркістан облысы Кентау қаласының тұрғыны арнайы жедел іздестіру іс-шаралары нәтижесінде ұсталды. Қазақстанда тыйым салынған, дүние жүзінде тыйым салынған Хизбут Тахрир экстремистік ұйым идеологиясын өзінің жеке парақшасында, Facebook әлеуметтік желілерінде жихад тақырыбында насихаттайтын уақытша радикалды Қылыш Тоғжан, Мусив Жаханғаш деген бейнероликтерін жариялаған. Сонымен қатар бір ұлттың толыққанды еместігін насихаттап, ұлт алауыздық қоздырғаны анықталды. Кентау аудандық сотының үкімімен аталған азамат 405 және 174 бабымен кінәлі деп танылып, қазіргі таңда 7 жылға бас бостандығынан айырылды. Мысалға келетін болсақ, былтыр 24 жылы шетел азаматы Қазақстанда 2004 жылы Қазақстан Республикасының жоғары сотының шешімімен тыйым салынған Өзбекстан ислам қозғалысы террористік ұйым идеологиясын қолдап жүргені туралы біздерге жедел ақпарат түскен болатын. Ақпарат алған күннен бастап бірнеше ай бойы қылмыстық әрекеттер құжаттандыру мақсатында арнайы жедел іздестіру іс-шараларын жүргіздік. Нәтижесінде Сарыағаш ауданында жұмыс істеуге келген Өзбекстан Республикасында аталған азаматы анықталып және оның террористік ұйымдардың идеологиясын қолдау мақсатында бейнематериалдарды әлеуметтік желілерге жүктеп таратқаны. Сонымен қатар бір ұлттың толыққанды еместігін насихаттап, ұлттық алауыздықты қоздырғаны анықталды. Дәлелдер толық жиналғаннан соң шетелдік қамауға алынып, оған қатысты Қазақстан Республикасының 405 бабы және 174 бабы бойынша қылмыстық істер қозғалып, қазіргі таңда іс сотқа жолданған. Қылмыстық кодекстің баптарына сай, мына осы экстремистік және террористік қылмыстар үшін 7 жылдан 12 жылға аралығында бас бостандығынан айырылу көзделген. Одан бөлек Қазақстан Республикасының азаматтығынан айырылу тағы соңғы кезде өзгерістер заңнамаға енгізілді.